жақсы болған екен. Біз ғой осылай кеттік. Мұның жемісін өсіп келе жатқан ұрпақ көреді ғой. Қуаныштысың ғой, жақсы хабар бар ма? Латынға көшеміз деп жатыр, бәйбіше. Өте жақсы болған екен. Жаным менің, міне нағыз латын әліпбиімді қолданатындар. Алла Құдай бере салып, осыдан бастап сені латын әліпбиіне үйрете беру керек. Солай ма? Не? Атаң саған қазір бәрін түсіндіріп береді. Латын деген ол әліпбидің бір түрі. Ата, не айтып жатсыздар? Латын әліпби жайлы айтып отырмыз. Еліміз тарихта 3 әліпби жүйесін бастан өткізген. 3 әліпби? Араб әліпби жазғанбыз. 1929 жылдан 40 жылға шейін латын әліпбиімен қолдандық. 40 жылдан бүгінгі күнге шейін кирилл әліпбиімен қолданып келеміз. Осы біздің халықтың икемдігіне таңғалам. Қалай бәрін тез игере болады? Иә балам, оның рас. Новатор нетінде отыр өзі? Тарихтында отырмыз. Ата, осы неге компьютердегі бар әріптерден әліпби жасаса алмаймыз? Неге басқа әріптер ойлап тауып жатыр? Ол біздің тілімізді сақтап қалу үшін керек, балам. Қытай, Жапонияда өзінің иероглифтерін компьютерге енгізіп жүрген жоқ па? Оның қасында біздің әріптеріміз аз емес. Сол үшін тілді компьютерге икемдемеу керек. Компьютерді тілге икемдемеу. Ата, менің атым қалай жазылады? Қазір мен саған көрсетемін. Атамыз өз әңгімесімен барлығын қызықтырып жүрген сияқты ғой. Үндеме, атам үлкен мәселе көтеріп отыр. Әкем де келді ғой деймін. Біз жақсымыз. Мемлекеттік деңгейде әңгіме салып отырмыз. Иә, латын әліпбиі туралы айтып отырмыз. Соны естіп өте қуанып қалдым. Иә, мен де естіп қуанып жатырмын. Енді уақыты келді ғой. Папа, қарай менің атым қалай жазылады? Ай бәрекелді. Әлем елдерін 70%-нан астамы латын әліпбиін пайдаланады екен. 21 ғасыр. Бұл технологияның заманы. Ал технологияның тілі ол латын. Бұл кезек күттірмейтін мәселе. Оның үстіне кириллицадан арылсақ, тілімізде біраз тазарып қалар еді. Қазақ тілінің дыбыс заңдылықтары қайта қалпына келер еді. Дамыған елдердің әріп саны 26-дан немесе 28-ден аспайды. Ал бізде болса, кірме әріптері көп. Кірме сөздер көп болған соңда 42 әріп болып отыр ғой. Кезінде Ахмет Байтұрсыновтың ұсынған алфавиті дұрыс болды. Қазақ тілінде 9 дауысты, 19 дауыссыз дыбыс бар. Мен Рүстемде келді. Қалайсыздар? Енді отбасы толықты. Алланың бергеніне шүкір. Дастарханға жүріңіздер, шай ішейік. Латын әліпбиі туралы бір нәрсе түсіндіре алдым ба? Мен ғана кешіп қалыппын ғой. Альтаир, сен бірдеңе түсіндің ба? Иә. Ой, менің балам ақылды ғой. Сонда Альтаир баяғы шығармалар мен кітаптарды оқи алмай ма? Оның бәрін латын әліпбиіне аударады ғой. Бірақ қиын сияқты бәрі латынға аударған. Қаншама кітап құжаттар бар. Түкте қиындығы жоқ. Шегірткеден қорыққан егін екпейді. Оның үстіне мемлекеттің мүмкіндігі бар. Иә, шет-шетіне қазір де ауыстырып жатыр ғой. Дүкендердің, көшелердің аттары ауысып қалыпты. Тіпті көзімізде үйреніп қалды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл балам. Халық болып еңсереміз ғой бұйырса. Біз әліпбиді халықпен ақылдасып ауыстырып жатқан алғаш мемлекеттердің біріміз. Халықпен санасқан дұрыс қой. Құдайға шүкір, тәуелсіздік алғалы көп нәрсеге қолымыз жетіп отыр. Ал біз оны қашанда қолдауға тиістіміз. Мемлекетке қатысты кез келген өзгерістер мен маңызды шешімдерді қолдау, ол отбасынан басталуы тиіс. Себебі мемлекеттің болашағы өскелең ұрпақ. Ал олардың санасы ең алғаш отбасындағы әңгімеден қалыптасады. Бүгінгі шешімдер ертең тарихқа айналатынын ескерсек, демек, латын әліпбиі бұл ұлтымыздың санасын жаңғыртатын тарихи шешім, тарихи қадам.